Баршаңызға сәлем. Сіздер мен Қайыпберген Жадыра. Бүгінгі видеода осындай 3D слайдтың жасау жолын көрсететін боламын. Егер де осындай слайдты өздеріңіздің проектілеріңізге, курстарыңызға, ашық сабақтарыңызға қосатын болсаңыздар, онда барлығының назарын аударатыныңызға сенімдімін. Егер де видеоның жасау жолы қызық болса, онда соңына дейін көріңіз. Бізге слайдты жасау үшін amaze.com сайты қажет болады. Сайтқа кіру сілтемесін описание бөліміне қалдырамын. Бұл сайтқа кіргеннен кейін міндетті түрде Google аккаунт арқылы тіркеліп аламыз. Қарап отырсаңыздар, бұл сайт арқылы презентация, веб-сайт, альбом, карта, бизнес-карта, көп және де тағы да басқа көптеген креативті дүниелер жасауға болады. Қазір біз presentation бөлімін таңдаймыз. Және сол жақ шетте қарап отырсаңыздар, көптеген категориялар бар. Осының ішінен біз образование деген таңдаймыз. Осында мінекей көптеген түрлі 3D шаблондар бар, барлығы дайын тұр. Бізге керегі виртуальная школа. Осы жерде 3 бұрышты предварительный деген батырманы басып, бұл слайд примерно қалай көрінетінін осы жерден көріп алуға болады. Бірінші, егер де ұнап жатқан болса, жоғарыдағы редактировать батырмасын басып, өңдеуге кірісетін боламыз. Мына жерде Virtual School деген жазу шығып тұр. Осы жазуды мышканың сол жағын 2 рет шерту арқылы керекті сөзімізді осылай жазып аламыз. Жоғары жаққа қарап отырсаңыздар, мінекей меню жолы тұр. Осы жерде Т деген батырманы басу арқылы сіздер жазған сөздің шрифтін немесе үлкейтіп, немесе кішірейте аласыздар. Одан кейін мышканың сол жағын басып отырып, осы сөздің, жазған сөзіміздің үстінен басып отырып, жан жаққа жылжытатын болсаңыздар, орнынан қозғауға болады. Енді меню жолындағы мына жерде А деген батырмаға қарасаңыздар, көптеген түстер шығып тұр. Бұл сөздің түсін өзгертуге арналған. Егер мына жердегі түстер ұнамаса, ең астында тұрған плюс батырмасын басып, осы жерден керекті түсті таңдап, оң жақтағы shows деген кнопканы басамыз. Одан кейін мұндағы 3-ші батырманы қарап отырсаңыздар, ол сөздің орналасуын өзгертеді, яғни сол жақ, оң жақ шетке немесе ортаңғы орынға орналастырады. Одан кейін Б батырмасы жирный, курсивный деген өзгертулер жасалады. М деген батырма осы сөздің артына керекті фонның түсін таңдауға мүмкіндік береді. Ал одан кейінгі батырма сөздің прозрачностін көрсететін болады. Одан кейін қалам батырмасын басу арқылы сөзімізге көптеген түрлі эффектілерді беруге болады. Shadows, text box, extracts кез келген таңдап өзгертулер жасай аласыздар. Ал енді ең жоғарыдағы image, оның ішінде my, оның ішінде browse дегенге кіремізде, өзіміздің компьютерімізде тұрған керекті суретті таңдап открыть дегенді басамыз. Жалғыз компьютер ішінен емес, Instagram, Facebook немесе Google'дағы, яғни интернеттен суреттерді алып, осында жүктей беруге болады. Және бұл қойған суретімізге біз жаңағы сөзге жасаған өзгерістер секілді дәл сондай өзгерістер жасай аламыз. Яғни оның размерін үлкейтіп кішірейте аламыз, артына кішкене басқа түстегі фон бере аламыз, сол оң жақ шеттерге немесе дәл ортаңғы бөлікке суретімізді жылжыта аламыз. Яғни дәл жаңағы өзгерістерді бұл суретке де жасай береміз. Одан соң ең жоғарғы жердегі текст дегенді таңдап, осының ішінде title, subtitle, text, stage деп тұр. Осы жерден мен текст деген таңдаймын. Сөйтіп келесі сөйлеміңізді жазып алатын боласыз. Мен осы жерге өз Instagram аккаунтымды жазып кетемін. Бұл аккаунт Instagram аккаунт екенін білдіру үшін мен Instagramның иконкасын алып қойғым келіп тұр. Ол үшін жоғарыдағы shape деген таңдаймын да. Осы жерден Instagramның иконкасын алып, жай ғана мышканың сол жағын 1 рет шертемін. Мінекей, шетіндегі тұрған дөңгелектерді қозғау арқылы оның көлемін өзгертіп, осында қойып аламыз. Дәл жаңағыдай суретті жазуды өзгерткен секілді, бұның түсін, көлемін ауыстырып, кішкене эффект беріп, тағы да өзгерістер жасай беруге
болады. Shape деген батырманы басу арқылы біз көптеген иконкаларды, көптеген фигураларды таңдау арқылы осы біздің страничкамызға қоя аламыз. Жалғыз Instagram аккаунттың иконкасы емес. Енді сол жақ шеттегі add плюс деген сары батырманы көріп тұрсаңыздар, соны басамыз да бізге берілген шаблондардың тізімін көріп шығамыз. Осы жерден кез келген біреуін таңдаймыз. Осында тұрған барлық шаблонды бірдей таңдауға міндетті емессіз, және де бір шаблонды 2 рет, 3 рет пайдалана беруге де болады. Неге мына жерде мен біреуін таңдаймын. Неке келесі страничканы таңдап алдым. Неке мына жерге дәл алдыңғы бетке өзгеріс жасағандай дәл осы бетке де өзгерістер жасай беремін. Мен өзімнің каналымдағы видеолардың тізімін жазып шығамын. Мен мына жерде 5 санның 5-еуін де пайдаланып тізімді жазып шықтым. Егер де мысалға сіздерге 3-еуі ғана керек, 2-еуі керек емес болса, кәдімгі өшіру батырмасы, яғни delete батырмасын басу арқылы жай ғана өшіріп тастайсыздар, ешқандай да қиыншылығы жоқ. Ал егер де мысалға бір-екі командада қате кетіп жататын болса, онда жоғарыда тұрған сол немесе оң жаққа қараған 2 стрелка тұр. Осы екеуінің біреуін басу арқылы сіз жасаған командаңызды кері қайтара аласыз. Енді мына жерде қозғалып тұрған лампочканың суретін үстінен басып, жоғарыда кішкентай ғана меню жолы шығып тұр. Осы жерден ең бірінші батырманы басу арқылы сіз осы лампочканың түсін ауыстыра аласыз. Ал FX батырмасын басатын болсаңыз, сізге анимация қоюға болатын мүмкіндік береді. Мына жерде при входе, при выходе деген сияқты таңдаулар тұр. Негізі мышканың оң жағын басып, осы страничканың кез келген жерінен мышканың оң жағын басып, перевести на русский деп осы сайтты орыс тіліне аударып алсаңыздар болады. Ана бетіне шығып тұрған анимация таңдайтын кішкентай ғана экран сіздерге кедергі жасап жатса, онда жай ғана мышканың көмегімен сол жағын басып отыру арқылы басқа экранның шетіне шығарып қойып, қандай анимация таңдап отқаныңызды жай ғана осылай көрсеңіздер болады. Өзгерістер жасап болғаннан кейін сол жақ шеттегі добавить кнопкасын басып, келесі слайд бетін таңдайтын боламыз. Құрметті достар, егерде дәл қазір осы видеоны жасау жолы сіздерге ұнап жатқан болса, міндетті түрде лайк басып арқылы білдіре отырыңыздар, әрі міндетті түрде достарыңызбен бөлісіңіздер. Неке келесі слайд беті таңдалды. Мына жерде тұрған орысша, ағылшынша жазулардың барлығын мен қазақ тіліне өзіме керекті етіп өзгерістер жасап аламын. Мына жерде қысқаша ақпарат деген сөздің шрифті бір ыңғайсыз болып тұр. Сол үшін осы жазудың үстіне бір рет чертемін. Сонда жоғарыда шыққан менюлардың қатарынан ең соңында тұрған жазудың үстін басамын. Сонда маған шрифттерді өзгертуге болатын көптеген шрифттердің түрлері шығады. Бір минусы қазақша әріптерге арналған әдемі шрифттар жоқ, және өзің бұл жерге добавить ете алмайсың. Сол үшін осы жерде жай ғана осындай қарапайым шрифтті таңдап осылай қойып қоямын. Мұнда тұрған жазулар мен фигуралардың барлығында жасалатын өзгерістерді мен алдыңғы страничкаларда көрсетіп кеттім, яғни барлығында бірдей жасалынады. Сол үшін уақытты қысқартып мен келесі бетке көшейін. Бұл жерде жазулардың барлығын дайындап қойдым. Енді shape батырмасына барып, осы жерден YouTube-тың иконкасын алатын боламын, және оған сілтеме қойып түсін өзгертуді көрсетемін. Иконканың үстіне бір рет чертіп, жоғарыдағы менюдің қатарынан ең бірінші батырманы басамын да, осы жерден қызыл түсті таңдап аламын, яғни YouTube-тың түсін, выбрать дегенді басамын. Ал енді сілтеменің значогының үстіне басамыз, гиперссылка деп шығып тұр. Открыть в новом окне деген жерге галочка қоямыз да, жоғарыда сілтеме жазатын жерге мен өзімнің YouTube каналымның сілтемесін вставить етіп, добавлять деген жазудың үстін басамын. Сол кезде мен YouTube-тың значогының жанынан ссылканың кішкентай ғана значогы шығып тұр. Енді жұмысымызды аяқтағаннан кейін жоғарыдағы сохранить батырмасын басамыз да, осы біздің жұмысымыздың атауын береміз, және сохранять деген батырманы басамыз. Мұнда общее доступно деп шығып тұр. Оны жекелеу үшін біз осы сайтқа ақы төлеуіміз керек.
яғни тегін қолдану үшін общедоступный қыламыз, яғни басқа адамдар да сіздің жұмысыңызды көре алатын болады. Және де скачать ете алмаймыз, бұл да ақылы түрде болмақ. Жай ғана поделиться батырмасын басып, осы жұмыстың сілтемесін көшіріп аламыз да достарымызбен жай ғана бөлісе береміз. Сайтқа кірген кезде меню жолындағы мой деген сөздің үстінен басатын болсаңыз, сіздің бұрын соңында жасаған проектілеріңіз шығады. Егер де жұмысыңызды толық аяқталмай жатсаңыз, жай ғана сохранить етіп, келесі жолы осы жерден ашып, жұмысыңызды әрі қарай жалғастыра берсеңіз болады. Құрметті достар, мінекей осындай проектінің жасалу жолы, мінекей осындай өте қарапайым жеңіл түрде жасалады. Егер де сіздерге осы жұмыс ұнаған болса, міндетті түрде лайк басу арқылы білдіріп отырыңыздар, және де пікірлеріңізді де қалдыра кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар да болады, міндетті түрде жауап беремін. Және достарыңызбен осы видеоны бөлісіп, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.